Енді жасыратын жоқ, енді жігітке қиын сауда көпке жақпақ, көңілін байғараның бірдей таппақ, қағжырған қара ақылды болсаң да кетеді біреу мақтап, шалқая бергенге қорқам мен өзім, Құдайдан қорқам. Одан кейін Алланың бір аты халық деген, барынша сол елдің ішінде автобуста жүрсек, содан кейін сол ауырып қалмасақ деген ниетте. Сондықтан мынау өзі көпшіліктің көңілінен шығу қиын. Біреу даттап атса, біреуге жақпай жатады. Сондықтан енді бетіңе мақтап тұрып, әзір осындай адамдар да көбейіп кетті елдің ішінде, сыртыңнан бықсытып сөйтіп жүреді, бірақ енді үйтіреді, керуен көшеді, жаңағы ақамақұлды бетіңе күліп сөйлеп тұрады да басқа нәрсені істеп жүретін. Соның қазір енді бір соның құрметіне өлең айтып беремін деп жатырмын, бірақ енді ағамыз үлкен Ділмұрат Көзиев деген ағамыз бар, бүткіл мына ұйғыр диаспорасын басқарып отқан және үлкен меценат. Сол кісінің ұлы осында Құда қаласа Дінмұхамед Ділмұратұлы деген Құда қаласа келіп отыр. Арнайы үлкен илхам деген сыйлық бар екен, сол илхам сыйлығын сыйлайық деп екен. Айналайын, келіңіздер. Және осында менің тағы бір апайымды айтпасам болмайды. Балжан апайға да бір жақсы ду қол шапалақ болса, Құда қаласа. Балжан апай, келіңіз. Уважаемый Бауыржан ага, сегодня, послушав все ваши песни, мы, как говорится, отдохнули душой и телом. Сегодня вам исполнилось 50 лет. Из них более 25 лет вы посвятили музыкальному творчеству. Ваши песни очень душевные, потому что вы в них поете про родителей, про родину, про патриотизм, про нашу землю, про известных людей, живущих на нашей земле. Сегодня вас очень хотел поздравить президент нашей ассоциации промышленников, предпринимателей и сельхозработников Дильмурат Пирмухамедович. Но, к сожалению, учитывая, что он в командировке, поздравляем мы, члены ассоциации. Мы желаем вам, дай Аллах, всего самого наилучшего. Надеюсь, вы нас также будете радовать. Поэтому от имени ассоциации в первую очередь позвольте вам надеть чапан. И также вы знаете, что нашей ассоциации в 2000 году была утверждена независимая премия «Ильхам», которая дается людям, которые внесли большой вклад в развитие культуры, искусства, просвещения и музыки. И сегодня, учитывая ваш 50-летний юбилей, а также ваш большой вклад в развитие музыкального искусства Республики Казахстан, разрешите наградить вас статуэткой премии «Ильхам» и почетным дипломом.